Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тестасы басылып қалмайтын, осындай көтеріліп пышный болып тұратын күшті пигодидің рецептімен бөлісемін. Алдын ала сіздерден кешірім сұраймын. Осы жолы видеоның форматы кішкене басқаша. Өйткені мен қазір үйде емес, ата-енемнің үйінде болғандықтан штативім жоқ. Осындай видео сонда да сіздерге жақсылап өте түсінікті етіп түсірдім. Сол үшін алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, каналда шыққан видеоларды жіберіп алмаңыз. Өте дәмді пигодиді бірге дайындайық. Ал ендеше бастайық. Алдымен біздің пигодидің қамырын дайындап алайық. Ол үшін бізге 700 мл осындай жылы су керек. Оған бір ас қасық қант саламыз. Және де 20 грамм ашытқы салдық, яғни дрожжи салдық. Кішкене араластырамыз. Бетін енді пищевая пленкамен жауып қоямыз. 5 минуттай ғана уақыт, көп уақыт емес. Енді осының үстіне мен астына весы қойып қойдым. Өлшеп отырып 1 килограмм ұн салып, яғни 1000 грамм ұн салып, жақсылап қамыр жасаймыз. Және де осы ұнның үстіне 1 шай қасық, 1-1,5 шай қасықтай тұз саламыз. Ұнмен шамалы тұзды араластырып жібереміз. Енді осыдан қамыр жасаймыз. Қамыр қолға жабысқақ осындай болады, бірақ артық 1 килограммнан артық ұн мүлдем салмаңыз. Осындай ұн жабысқақ болса да біраз араластырыңыз, және ең соңында жай ғана ортаға жинап қою үшін қолыңызға сұйық май жағып, осылай ұнды жан-жағынан ортаға кішкене жинап қоямыз, және бетін жауып, крышкасы болса крышкамен, немесе осындай пищевая пленкамен жауып, бетін орап, жылы жерге қамыр жақсылап көтергенше қоямыз. Оған дейін начинкасын, яғни ортасына салмасын дайындайық. Бұл жерде менде 750 грамм фарш, тартылған ет, 500 грамм ет салып, қалғанын 40 қабатпен алмастыруға болады, яғни 250-300 грамм 40 қабат қосуға болады. Содан кейін осындай өте үлкен бір пиязды, немесе орташа 2-3 пиязды өлшеген кезде 250-300 граммдай болу керек. Пияз көбірек болған пигодиді өте дәмді қылады. Ұсақтап пиязымызды тураймыз, фарш қосамыз, және де 2 ас қасық соя тұздығын, яғни соевый соус құямыз үстіне. Сосын осында 2 чеснокты теркадан өткізіп аламыз. Чесногымызды өткізіп алдық. Енді тұз бұрышын дәміне қарай саламыз. Мен осындай шай қасықтан шамалы кішірек қасықтан 1,5 қасық тұз салдым, және де жарты қасық қара бұрыш салдым. Енді осының үстіне шамамен 2 ас қасықта, яғни 30 грамм сұйық май құямыз. Мен астына осылай весы қойып қойдым. Өлшеп шамамен 30 граммдай сұйық май құямыз. Ол одан сайын сіздің салмаңызды сочный қылдырады, өте дәмді қылады. Енді осының барлығын араластырып, бір келкі масса жасаймыз. Міне біздің начинкамыз дайын. Енді біздің тестамыз ары қарай жақсылап көтерілгенше салатты, яғни корейский салатты морковьтан жасаймыз. Бұл салаттың толық рецепті, корейский оригинал рецепті каналымда бар. Ссылка описанияға қалдырам, кіріп көріп алсаңыздар болады. Міне біз начинкамен салат жасағанша тестамыз жақсылап көтерілді. Оған артық ұн қоспаймыз. Осындай өте жұмсақ болып тұрады. Қамырымызды столдың үстіне шамалы ғана ұн сеуіп, қамырды түсіріп аламыз. Жақсылап ортаға жинап, енді пигодидің кішкентай бөліктерге бөлеміз. Мен әрқашан осында весы қолданамын. Шамамен 80 граммдай бір бөлігін бөліп алам. Содан кейін соған қарап, барлығын көз мөлшерімен бөліп шығамын. Сіз өзіңіз қалаған бөліктерге бөлсеңіз болады. Осы қамырдан менен 80 граммнан 18 штук шықты. Яғни 18 штук пигоди шығады. Және фарш көбірек болып сізге көрінсе, азайтсаңыз да болады. Мен үшін толығымен күшті қылып салмасын көбірек салғанды ұнатам. Сондықтан фарш көбірек болып көрінуі мүмкін.
бірақ дәл осылай жасасаңыз өте керемет болып шығады. Енді қамырымызды жаямыз, өте жұқа етпейміз, осындай қалың болып тұру керек. Ортасына салмамызды салып, жан жағынан түйіп шығамыз. Видеода көрсеткендей өрілген сияқты етіп, яғни косичка дейді ғой, солай түйсеңіз де болады, немесе жай ғана пирожки жасағандағыдай екі жағын қосып түйуге де болады. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Міне осындай пигоди дайын болды. Дәл осылай барлығын жасап аламыз. Енді манты жасайтын ыдысқа осылай араларын ашық етіп қоямыз, өйткені олар жақсылап үлкен болып бұдан да көтеріледі. Мен 3-3-тен осылай 4 лотокқа салдым, 6 қалды. Енді суымызды жақсылап ысытамыз, және де 40-45 минут пісіріп аламыз. Піскен уақытта, пісіп жатқан уақытта, яғни крышкасын ашпауға тырысыңыздар, өйткені крышкадан су ағып қамырыңызды бүлдіреді. Піскенше дейін жабық тұрғаны жақсы болады. Одан кейін ортасын осылай кесіп, майонез салып, және де сіздің дайын тұрған корейский салатты саламыз. Өте дәмді пигоди шығады, және де ортасындағы начинкасы сочный, күшті болып шығады. Өте оңай әрі өте дәмді тағам. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.